домбыраны қоя беру керек, түгел сөйлеу керек мына жағы домбыраны. Енді ана пианоны өзі домбырашының өзі жасағанда, онда да әлі келмей қалатын жағдай бар, о да домбыраға байланысты. Сол мезгілдерде педальды қолтыңызды қысып жібересіз. Бірақ оны ешкім білмейді, тыңдаушылар. Не болып жатқан. Сосын енді кейбір күйлерде кейін ана тағы бір күй тартармыз. Домбыраның дауысын, домбырашыға керекті дауысты алу үшін домбыраны былай да пайдаланып отыру керек, білдірмей ғана. Көріп отырсыз ба? Осындай көп деген нәрселер бар, осының бәрін қолдану керек домбырашы. Мен енді мына қазір қарап отырмыз, мен тоқтатпай-ақ Кереғұлын тартып қарайын. Сонда барлық жаңағы менің айтқанымды қадағалап отырсаңыз түсініп отырасыз. Сосын. Керек дауыста мінекей домбыраны еңкейту. Енді бұның бәрін қалай да осылай тарту деген міндет емес сіздерге. Мен енді жаңа құпияны айт дегесін. Сізге жауап беретін да. Домбыраның бәрін бұлай ұстап, ғабдиып қисық үйретіп кетті деп жүрміз. Ол да мүмкін. Постановка деген болады. Иә. Бірінші саған жібердім, екінші саған. Содан кейінгі мынау. Осындай жерлерді, осындай қараған дұрыс па. Болашақ домбырашыларға, жастарға көп рахметімді айтамын. Мынау күйді сыйлағандарыңыз. Мен ойлап едім, көбі гитара арқалап кетті ғой. Мен гитара жаман деп отырғанымды ғой. Қазіргі жастардың бет алысы ғой. Ал мына қазақтың ұлт аспабына, оның ішінде домбырасына деген көңілі өте жақсы екен, биік. Мына айгүлдерден кейін үзіліп қалып масқара қылып жүрмейме дегендей. Көктемнің гүліндей өсіп бәтір екен домбырашылар, жас домбырашы. Мен осыған қуанам.